Ақтөбеде бауыр алмастыру операциясы сәтті өтті. Оны отандық дәрігерлер Сеул ұлттық университетінің мамандарымен бірлесіп жасады. Жуырда облыстың денсаулық сақтау басқармасы оңтүстік кореялық клиникамен ынтымақтастық туралы меморандум бекіткен. Корейлік ақ халаттылар осы келісім аясында елімізге арнайы келіп, қазақстандық әріптестеріне бауыр және бүйрекке трансплантация жасаудың қыр-сырын үйретіп жатыр. Мамандар бұл бастама еліміздің батыс өңірінде медициналық кластер құруға негіз болады деп отыр. Айта кетейік, қазір Ақтөбеде бауыр алмастыру операциясына 60-қа жуық науқас кезекте тұр. Батыс өңірінің тұрғындарына арналған трансплантологиялық орталық құру. Осылай шебер кластар ұйымдастыру арқылы біздің мамандардың біліктілігін арттырып, ары қарай өз еркімізбен, өз бетімізбен осындай үлкен операцияларды игеріп алуды біз жоспарлап отырмыз. Трансплантация жасалса, егер бір облыста, сол облыстың медицина саласының дамуына баға беруге болады. Сондықтан өте бір маңызды бағыт.